Пакеттен пион көйлегін жасайық бірге. Алдымен бізге пакет керек. Пакетті осылай дайындап аламыз. Шеттерін кесіп, қиып, орталарын ашып дайындаймыз. Бізге ол қазір юбканың выкройкасына керек болады. Міне пакетті ашып алдық. Енді екі пакетті біріктіріп скотчтаймыз. Мен 2 пакет емес, 4 пакет біріктірдім. Өйткені менің юбкамның несі үлкенірек керек болды. Кішкентай скотчпен істегендеріңіз өздеріңізге ыңғайлы. Енді жарты пакетін жабыстырамыз. Бұда да 2 пакетті біріктіріп, арасын скотчтап, арасын осылай скотчтап аламыз. Енді мен осы 2 пакеттің ортасынан кестім. Себебі юбкамның лекаласына сондай сәйкес келді ұзындығына. Осы кесілген жарты пакетті жаңағы біріктірген пакетімізге жабыстырамыз. Осылай қойып, жаңаға жабыстырған пакетімізді алып, осыған жабыстырамыз. Сонда юбкамыздың лекаласына сай келеді. Төрт қабатта бүктеп аламыз. Радиусын жаңағы жамбас өлшеміне 6/28-ге бөлеміз. Менде радиусы 10 болды, ұзындығы 100 см қалдым. Мен 5 жас қызға тігіп жатырмын. Осылай кесіп аламыз. Міне ашқан кезде осындай топ-томалақ болып шығады. Міне екіншісін осы лекаламен кесіп, өздеріңіз қалауыңыз бойынша қанша пакет қиссаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Негізінде көбірек болса, соғұрлым әдемі көрінеді. Мен 8 ба 10 ба қылдым. Үшіншісі, төртіншісі, бесіншісі, алтыншысы, жетіншісі, 8, 9, 9 қылыппын. Енді осылардың шетіне мынандай қызыл лента кесіп алдым да жабыстырып шықтым, әдемі шығу үшін. Өздеріңіз білесіздер, жабыстырсаңыздар да, жабыстырмасаңыздар да болады. Міне осылай шықты. Мынау бірінші пакетім. Енді екіншісін үстіне қойып, дәл суреттегідей тігіп шығамыз шеттерін. Тікпей двухсторонний скотчпен жабыстырсаңыздар да болады, өз еріктеріңіз. Мен тігуді жөн көрдім, маған сол оңайырақ болды. Осылай айналдыра тігіп шығасыздар. Екінші пакет, үшінші пакетті қойған кезде міне қызыл сызықтар тұр ғой. Сол бойынша тігесіздер, жаңағы 2 қараның ортасынан. Сонда шахмат болып түседі ғой. Алдымен сызып алып тіксеңіздер болады. Тігіп бастадым.
шахмат қылып тігесіздер ғой сонда. Астындағы екі тігістің ортасына тігіс жүргізіп, оны да айналдыра тігіп шығасыздар. Міне осындай шығу керек. Бәрін өйстіп тігіп шығасыздар, кезек шахмат қысып. Бәрін тіктім мен 9 пакеттің. Міне осындай шықты. Енді белін айналдыра тігіп шығамыз. Беліне резина қойдым мен. Осылай айналдыра шықтым. Артықтарын қиып тастайсыз. Ана қалың резинамды 5 см резинаны тіктім. Осылай тартып отырып тігесіздер. Резинаны қатты тартып тұрып тігесіздер. Осымен юбкамыз дайын. Мен кольцосын видеоға түсіруді ұмытып кетіппін. Лескамен байлап шықтым. Осымен дайын. Үстін өздеріңіз қалауыңызша сәндеп алсаңыздар болады. Тігіп алыңыздар өздеріңіз. Сәттілік.